үшінші топ тәрбиеші тобы, төртінші топ жылқышы тобы, иә? Жақсы. Ал балалар, біз өткен сабақта қандай тақырыпты өттік? Кім айтады? Ұлжан. Асқар айта қойшы. Тамаша, тату доспыз бәріміз. Тақпақты кім жаттап келді? Ал Асқар айта қойшы. Тамаша, Ұлжан. Төреғали. Тамаша, Әбілмансұр. Тамаша. Балалар, бері қараңдаршы, мына суретке. Мына суретке балалар Фариза Оңғарсынова апамыз, яғни біз бүгін Фариза Оңғарсынова апамыздың үйленің өтеміз. Ал балалар қараңдаршы, мына суретте кімдерді көріп тұрмыз? Тамаша. Ал әже бізге кім болады? Дұрыс, әкеміздің анасы. Ал біз әжеге кім боламыз? Немересі боламыз. Тамаша. Енді балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз айтшы әжетай деген тақырып. Ал енді балалар, мен сендерге топтық жұмыс берем. Әр топқа тапсырма, яғни пазлды құрастырамыз. Мына суретке желіммен жапсырамыз балалар. Балалар, бері қараңдаршы, топпен жұмыс жасағанда бізде 5 тәртіп бар, иә? Талап, қайталаймыз. Талап, тәртіп, татулық, тазалық және тыныштық. Тамаша. Ал жұмыс жасаймыз. Комбайншы тобы және жылқышылар. Ал тәрбиешілер тобы. Ал Төреғали. Пазлдан қандай сурет құрап шығардың? Қойшы. Қойшы не істейді екен? Қой бағады. Қойдың төлі не дейміз? Қойдың төлі балалар? Қозы. Тамаша. Шапалақтап қоямыз. Келесі комбайншы тобы. Егарыз, сенде қандай сурет шықты? Комбайншы не істейді екен? Егін орады. Тамаша. Отыра ғой. Келесі тәрбиеші тобы. Шығамыз. Әбілмансұр. Тез шыға ғой. Ал Әбілмансұр, қандай сурет құрап шығардың сен? Тәрбиеші не істейді екен? Тамаша, балаларға білім береді. Келесі Ұлжан шыға ғой.
дейді? Жылқының көлін не дейміз? Құлын. Тамаша. Ал балалар, бәріміз бір-бірімізді бас бармақ әдісі арқылы бағалап қояқшы. Тамаша. Балалар, әжені орысша кім дейміз? Бабушка. Ағылшынша? Grandmother, ал атанызшы орысша не дейміз? Дедушка, ағылшынша? Grandfather, тамаша. Ал балалар енді мұқият тыңдаймыз, оқып беремін. Қалай отырамыз? Айтшы әжетай, айтшы әжетай, әжетай, атам осы кім менің? Атан ақты баптаған, бәйге бермес ақтаған, құстай сергек ұйқысы, атан сенің жылқышы. Айтшы әжетай, әжетай, ағатайым кім менің? Қаймақ, тоқаш, ақ нанның білесін тәтті балдан. Егіншіні есіңе ал, аған сенің егінші. Айтшы әжетай, әжетай, апатайым кім менің? Мақтансаң сен басқаға, апаң есінен тастама. 100 баланың анасы, тәрбиеші ол бақшада. Айтшы әжетай, әжетай, нағашым осы кім менің? Әдемі пәлте жағасын, айтшы қайдан аласың? Қаракөл қойын өсіріп, әперген сенің нағашың. Айтшы әжетай, әжетай, жеңгем осы кім менің? Табын, таушы, жеңген сенің сауыншы. Ірімшік, құрт, қаймақ май, жеңгеннен келген ойлап қой. Қолным, ботам, көжегім, кім боласың? Сен өзің. Яғни бүгінгі айтшы әжетай өлеңі. Ал балалар, енді қазір бері қараймыз. Сөзбен жұмыс жасаймыз. Қаракөл деген, яғни өлеңде кездесті, қаракөл деген қойдың бір түрі екен. Табын деген көп, жылқа дегенді білдіреді екен. Қазір барлығымыз жұппен жұмыс жасаймыз. Мен сендерге таратып беремін. Яғни мына жерде әженің аяқ киімін табамыз. Жұптық жұмыс. Екінші топқа әженің киімін табамыз. Үшінші топ әженің бас киімін белгілейміз. Қоршаймыз, я? Үшінші әжеге не сыйлауға болады, соны қоршаймыз. Әженің аяқ киімі деп нені белгіледің? Мәсіні, е? Ал комбайншілер тобы әженің киімі деп нені белгіледіңдер? Не дедіңіз? Әженің киімі? Қамзол, е? Қамзол. Тәрбиешілер тобы әженің киімі деп нені белгіледіңдер? Басқа? Нені белгіледіңдер? Кимешек және орамал, дұрыс. Ал жылқышы тобы Ұлжан әжеге не сыйлауға болады екен? Білезік, сырға гүл. Білезік, сақина, гүл. Тамаша. Барлығымыз шапалақ әдісі арқылы бір-бірімізді. Тамаша. Ал енді балалар бір сергіп алайықшы. Сергіп түзәті. Табақтары.
Алина жылқышыға не керек екен? Қамшы ер тоқым. Тамаша. Әбіл Мансұр жылқышыға не керек екен? Қамшы ер тоқым. Ұлжан? Қамшы ер тоқым. Ер тоқым. Өте тамаша. Енді балалар қараңдаршы. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Иә. Несімен ұнады? Орнымыздан тұрып жауап береміз. Топпен жұмыс жасағанынан тағы да кімге қандай? Ал Кәусар саған несімен ұнады? Топпен жұмыс. Тамаша. Бұлай болса барлығымыз алдымыздағы алмамен өз-өзімізді бағалаймыз алма ағашына. Берем Төреғали. Өте тамаша сабаққа қатыстың. Жанны. Рахмет. Сау болыңыз.